Сәлем достар, сіздермен Teacher Мәке, және бүгін сіздерге жаңа форматтағы видеомды ұсынып жатырмын. Бұл жерде біз яғни ағылшын тіліндегі әндерге қарап, солардың әндердің аудармасына қарап кетеміз. Бүгін бірінші таңдаған әнім ол Bill Withers деген әншінің өзі жазған әні, және бұл әннің атауы Lean on Me, яғни маған сүйен деп аударсақ болады. Сонда маған сүйен. Осы карантин кезінде, қазіргі экономикалық дағдарыс кезінде өте орынды ән деп ойлаймын, себебі бір-бірімізге көмектесу керектігін бұл әнде табасыз айтып жатқан идеясы. Сол бастайық. Let's start. Сонда кейде өмірімізде, sometimes деген кейде, in our lives өмірімізде, we have pain. Бәрімізде мұң қайғы орын алады. Painді бұл жерде мұң қайғы деп аударса болады. Бәрімізде мұң қайғы орын алады. We all have sorrow. Бәрімізде қасірет шегеміз. Бәрімізде қасірет шегеміз. Сонда біз ақылды болсақ, if we are wise, егерде біз ақылды болсақ, we know that there is always tomorrow. Ертеңгі күннің бар екенін ұғамыз дейді. Маған сүйен. Күш қуатын сарқылғанда маған сүйен. Мен сенің досың боламын. I'll be your friend. I'll help you carry on. Саған ары қарай жылжуға көмектесемін. Себебі көп ұзамай, for it won't be long, till I'm gonna need. Маған да сүйенетін, somebody to lean on. Сонда маған да сүйенетін кісі керек болады дейді. Сонда бүгін мен саған көмектесем, ертең де маған көмек керек, сол кезде сен маған көмектесесің. Мына көкірекшіл мінезіңді please swallow дейді, жұтып қойшы дейді. Яғни осы көкірекшіл мінезіңді жұтып қой, кеудеңді кермей қоя тұр. If I have things you need to borrow, саған бере алатыным болса, сонда for no one can fill. Осы үш шумақты бірге аударайық, бәрін бірге, мысалы, егер өзіңді көрсете алмасаң, сенің қажеттіліктеріңді ешкім толтыра алмайды. Егерде сен мен қиналып жүрмін деп айта алмасаң, онда саған ешкім көмектесе алмайды деп жатыр. Сонда маған бауырым хабарлас.
when you need a hand. Hand деген need a hand. Көмек керек болғанда деп тұр. Hand бұл қол болып тұр, бірақ бұл жерде ауыспалы мағынада көмек деп тұр. Сонда саған көмек керек болғанда маған бауырым хабарлас. We all need somebody to lean on. Бәрімізге сүйенетін адам керек. I just might have a problem that you'll understand. We all Сонда менде мүмкін бір проблема болады, сен түсінетін. have a problem that you'll understand. We all need somebody to lean. Сонда бәрімізге сүйенетін адам керек. Қайталанып жатыр. Lean on me Сүйен маған. when you're not strong. Сен мықты болмағанда. I'll be your friend. I'll help you carry. Сенің досым боламын. I help you carry on. Мен саған жалғастырғанға көмектесемін. It won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Себебі көп ұзамай маған да көмек керек болады. You just call on me, brother. Менімен бауырым хабарлас, көмек керек болғанда. Need somebody to lean. Бәрімізге де көмек керек. I just might have a problem that you'll understand. We Менде мүмкін бір проблема болады, тек сен түсінетін, сен түсіне алатын. We all need someone to lean on. Бәрімізге сүйенетін адам керек. Қайырмасы қайталанып жатыр. all need somebody to lean on. If there is a load you have to bear, If there is a load, жүгім болса, that you have to bear, сен төтеп бере алмайтын, that you can carry, сен көтере алмайтын жүгім болса, that you can't carry. I'm right up the road. I'll share your load if you just call me, I'm right up the road. Мен тура жол бойында тұрамын. I'll share your load. Ауыртпалығыңды көтеремін сенімен бірге. Сен тек хабарлассан болғаны деп тұр. If you just call me. Хабарлас. Дос керек болса. Хабарлас. Сол қайталана береді. Хабарлас. Сонда солай соңына шейін міне солай айта береді. Хабарлас, дос керек болса хабарлас дейді. Міне достар, осындай аударма. Егер де ұнатып жатса, лайкты басып кетіңіздер, комментария қалдырыңыздар, қалай өздеріңізді пікірлеріңізді ұнады ма, ұнамады ма деп, және осы каналыма жазылып кетіңіздер. Болашақта тағы осындай әннің аудармасын жасасын десеңіз, соны жазып кетіңіздер. Сол келесі кездескенше бір-бірімізге көмектесіп жүрейік, бір-бірімізге сүйенейік. So, bye, take care.